Маған бір Американы беріп жібересіз ба? Так. Неден бастасам екен, а? Қандай тақырып бар ғой? Ойлан, не бар? Мүмкін махаббат жайлы жазсам ше. Ол темадан халық шаршады уже. О, мектеп жайлы жазам. Жақсы тақырып. Расул, көрдің ба, біздің сынып қандай тыныш? Отыра қойыңдар, балалар. Балалар, танысып қойыңдар, бұл біздің сыныпқа жаңадан келген оқушы, есімі Расул. Расул, сен Назеркенің жанына барып отыра қой. Қалайсың? Жақсы. Қош келдің, менің есімім Назерке. Жақсы, рахмет. Балалар, үйге берген тапсырманы кім айтады? Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Ертеңгі үй тапсырмасына дайындалып келіңдер. Танысқаныма қуаныштым. Қыздар, кеттік па магазинге? Давай. Магазинге болса магазинге, базарға болса базарға, мал базарға болса мал базарға. Ой, Айназым, магазинге. Ойбай. Қыздар, күте тұрыңдар. Шигул, келесі кластыңыздан өзіне аратамын деп ойлайсың ба? Жоқ, біз бәріміз класстаспыз, бәріміз құрдаспыз. Ал сендер шиголсыңдар. Мынауың не деп тұр? Не істесең сол. Несің? Аузыңды бетіңге тұқу керек ба? Көрдің ба? Біздің Димаш ақын болып келеді. Паразам айтсасын ба? Тыныш болды. Қумаңдар. Атын кім еді сенің? Расул? Маңызды емес. Тыңда, мына сыныптың атаманы мен. Сөйтіп Рамазан Расулдың кітабын лақтырып жіберді ғой. Соныкі не әдет осы? Күшіне сене береді ғой. Ату класста үлкен денелі балалар бар. Неге солар Рамазаннан қорқады? Кіш кезінде талап тастаған ғой. Сөйтіп жүріп бір күні плотна таяқ жейді ғой. Расул красавчик екен, бірақ айтпа прям. Той қыздар бір көріп красавчик дей бермеңдерші. Қызғанып жатыр өзі. Так что, мен айтқаным заң. А чё заң қабылдайтын депутатсың ба не? Надо будет депутат, ал не істейсің? Депутат болсаң класстан ақша жымқырып, шетелге қашсай бар. Базар жоқ, тілге жатып алған. Шигул, не сен? Ұрған қалай болады екен? Мектепте төбелес керек емес. Расулдың мамасы келіп қалса ше. Сәлеметсіздер ме, балалар? Мама, не істеп жүрсіз? Мен директорларға келгем. Қалайсың, сыныптастарың қалай? Жүріңізші, мама, сыртқа шығып сөйлесейік. Рамазан, анау сат бермей ма? Сатса, өздерін сатып жібереміз. Жүр, барып біліп қайтайық. Ой, мама, классың деген енді күшті, тіпті келмей жатып достар тауып алды. Жарайсың, балам, директорда ең мықты сынып деп мақтаған. Ани мен достарым келе жатыр. Все, біз сатып берді, кешірім сұрайық. Саламатсыз апай, кешірім сұраймыз. Неге кешірім? Біздің мектепте
кешірім сұрап барып сөйлесу керек қой. Ассалаумағалейкум ағай. Кешіріңіз. Кешіріңіз несі тағы? Жарайсыңдар балалар. Жақсы дос болыңдар. Менің балама қарап қойыңдар. Қой, мен кетейін. Жақсы балам. Мама, керек емес. Үйге барып еркелетесіз. Расул, жақсы жерің мамаң айтпағаның, жаман жерің сөз қайтарғаның. Ал сенің жаман жерің шигол дегенің, ал жақсы жерің Расулды батымды айтып өзгергенің. Ой, мынауың қоймады ғой. қой десе де қойма. Жапшы аузыңды. Кешірім сұраймын. Расул, ертең біздің әрқайсымызға 1000 теңгеден мойныңда. Мойныма салып келейін ба? Сып қалмай ма? Қалтама салып келейін ба? Не саған мазақ керек па? Тыңда, мен не айтам, соны істейсің. Сонда. Үйге барғасын. Рамазан аға, тамақ ішсем бола ма дейін ба не? Сен неге тұрсың? Жігіттер, не істеп жатсыңдар? Жіберіңдер. Жабылғандарыңды қойсаңдар. Ұялмайсыңдар ма? Жүр, Расул. Сен оларға мән берме, Мен внимание қалайтын адамдарға внимание аудармаймын ғой. Маған да ма? Сен внимание қаламайсың ғой? Ал егер қаласамшы? Сонда да аудара беретін шығарым. Жарайды, Расул, қош бол, мен осы жерде тұрамын. Жақсы сонда, сау бол. Сау болыңыз, қош бол. Қош бол, пока. Қобалжымасай, Расул, жарайды, сау бол. Ой, сау болыңыз. Пока. Өз қобалжып кеткенше. Аттақта қобалжытасың ғой. Сонда ол кім жет, Нәзеркені қарата алмақшы ма? Соны айтам. Нәзеркен менікі деп одан ғой. Жабындар шауыздарыңды. Менікі дедің ба, менікі ол. Ал егер Расулдікі олып кетсеші, онда онымен басқаша сөйлесеміз. Не істеп отырсыңдар балдар? Түсіңдер скамейкадан. Адам отыратын жерге аяқтарын қойып, қазір міліция шақырам. Қой, кеттік, қаштық. Алло, бәке, ассалаумағалейкум. Ана қағаздарды жіберіп қойдым. Қол қойып ертерек маған жіберіп жіберсеңіз, сонымен шаруа бітеді. Жақсы, Ал балам, жаңа мектебің қалай? Жаңа емес, уақытша мектебін десеңізші. Балам, білесің ғой, әкеңнің жұмысы әр жыл сайын әр қалада. Сондықтан Білем, түсінем. Бірақ мен де әр жыл сайын мектеп ауыстырып шаршадым. Рахмет. Әдемі келе жатырмын. Тоқтама, шабыт, тоқтама. Ал досым, сол өзіміздің кездесетін жерде білесің ғой өзің. Ой, кітап жазып отырмын досым. Кел, күтем. Не істеп жатыр едің? Кедергі жасап тұрған жоқпын ғой, Мен сол үйде отқанмын. Үй тапсырмасын орындайын ба деп. Орындамастан бұрын сен даусың естейін дегенмін ғой. Бірақ сонда ертең кездескенше. Қош бол. Ой, қош бол емес. Пока, покасы емес, ой. Сау бол. Қалай досым? Досым, қазір балдар деген мистика, фантастиканы жақсы көреді ғой. Может, Расулға бір мистикалық күш беріп жібересің? Қандай күш? Мысалы, адам полкша болады, человек полк кетеді ғой. Сол сияқты күш беріп жіберсең, мощный болатын сияқты. Мына кітабың деген отвечаю дерзкий.
білем, Расул. Негізі мынау менің орным еді. Бірақ отыра бер, мен сенің орныңа отыра салармын. Айназым, екеуі күшті болып отыр ғой. Айтпа, Расул қосы Назерке ғой. Рамазан, анау Назеркені қаратып алған сияқты ғой. Ой, Назерке оңайлық қойсын, байт. Ғафур, любой нәрсе бір күні сынады ғой. Жамындашы өзларыңды. Мә, кеше сабақ отырып ұйықтап қаламын ғой. Сөйтіп тұрып қалсам денем бір түрлі болып ауырып тұрма ше. Отырып ұйықтағансаң сол ғой. Рамазан, болды, басқа қыз іздей бер. Кеше түнде сабақ от. Рамазан, лақтырма! Не болып жатыр мұнда? Кім терезені сындырған? Апай, Расул сындырды. Димаштың ғой, өтірік айтпа. Олай өтірік қорғамасай оны. Расул, шынымен сен ба? Мен сындырған. Кешіріңіз, апай. Атанаң айтамыз онда. Алдыма түс жүр, директорға барамыз. Бірақ, апай, таза оңбаған екенсің, Рамазан. Сен де солай, Димаш. Назерке, мен сен үшін өз кінәмді мойындаймын. Қыздар, бір нәрсе десеңдерші, үндемей отпай. Біз бірден езек білесің ғой не болатыны. Тағы да басымызға су төгілетін жауан жоқ, ренжімеш, Назерке. Сөйтіп кіріп келсем, мына Расул терезені сындырып тастапты. Расул, бұл әрекетің қате болды. Анаң сені қалай мақтағанын білесің бе? Ұят болды ғой анаңнан. Апай, өтініш, мамам айтпай қойыңыздар. Керек десеңіздер, сол терезені өзім-ақ салып берем. Жоқ, айту керек. А то ертең мектепті құлатып тастасаңшы. Апай, терезені мен сындырып алдым. Расулдың еш кінәсі жоқ. Той, сендер мен шашымда қартатын болдыңдар ғой. Апай, Димаш менің досым болғандықтан Расулдан көре сал. Енді не істейміз? Бір жолға енді балалар кешірейік. Түсіндіңдер ғой, тек бір жолға. Сабақ біткеннен кейін столдарды көтеріп, полды жуып, қайтасыңдар, түсіндіңдер ма? Апай. Бар, алдыма түсіңдер. Рахмет. Расул, сен неге олай жасадың? Қалай? Менің сындырғанымды біле тұра, неге мойның алдың? Ол ма? Сендер кеше 3000 теңге сұрадыңдар ғой. Соны алып келмегесін мойындай салғанмын ғой. Қоясың сен. Айтпақшылай, Расул, сен неге кітапты лақтырма деп айқайладың? Как будто сынатынын білгендей. Лақтырайын деп отқаныңды көріп айтқанмын ғой. Рахмет саған. Саған жасағандарым үшін кешірім сұраймын. Дос болып қалайық. Дос болып қалайық дейсің бе? Ойлануға бола ма? Ойлана келе. Рамазан, сен жақсы жігітсің. Біз екеуміз дос болып қалатын болдық. Шынымен қуасың сен. Мектепте арттарын жинап жүрсіңдер. Рамазан екеуміз жинап шаршап кеттік қой. Молодцы, жинап тұрыңдар сөйтіп. Рамазан жақсы бала. Бүгін ғана көзім жетті соған. Менің де, бірақ ол маған ұнамайды. Неге? Тұптың жақсы бала ғой. Оның үстіне ол сені ұнатады. Зато мен басқаны ұнатамын. Ол класстастар не істеп отырсыңдар? Жай әңгіме айтып. Екеуінің әңгімелерін соңғы кезде жарасып жүр ғой, Айтпа. Жарайды, Расул, біз қыздармен үйірмеге кеттік. Жақсы онда, сау болыңдар. Назерке? Назерке, тоқта! Қыздар, тоқтаңдаршы. Не болды? Расул, әңгімесі бітпей қалған сияқты ғой. Соны айтамын, не болып қалды, Расул? Ештеңе, сендерді анау жерден шығарып салайын дегем. Бізді ма, әлде Назеркені ма? Той, қыздар қойсаңдар, кеттік.
Мә, Расул, саған не болды? Енді бұны кімге айтсам екен? Так, папа сенбейді. Мама да сенбейді. Кім сенеді өзі маған? Так. Алло, Рамазан, келсек әңгіме бар. Все, давай. Рамазан, екеуміз ғана сөйлесеміз деген сияқты едік қой. Мұна оңға әлі басылмаған ба? Сен бір жеріңді қыс, әйтпесе бір жерінен тебенгіз. Рамазан, ештеңе демейсің ба? Жоқ, өзің дей бер. Шәріп, қысысың ғой. Расул, мен Димаштан ештеңе жасырмаймын. Ғафурдан да. Онда ешкімнен ештеңе жасырмайын деп полный класс ертіп келмедің ба? Барлық класс шақырғанбыз, бірақ ешқайсысы келе алмайды. Шәріп, қыстым. Короче, былай, мен болашақты көре алам. Сен білесің ба, ана кезде кітап лақтырып, тересе сынып тастадың ғой? Мен соны көрдім ғой. Ол ештеңе емес. Бүгін Назеркені машина қағып. Назерке, қалай енді ол? Жоқ, енді сен до конца тыңдасай, мен Назеркені машина қағып кеткенін көріп, содан құтқарып алдым. Короче, мен алда не болатынын көрем ғой. Сенбеймін. Мен де сенбеймін. Шын білсем, анауға қазір не істейді ал? Айтып берші ал. Все, без проблем. Анау брат тұрады қазір қалтасынан темекі шығарады. Енді сол темекіні тұрып, аузына біреуін қыстырады. Енді қалтасынан спичка іздейді. Спичка таба алмайды. Сосын анау тұрған скамейкада тұрған браттан барып спичка сұрайды. Ал ол басын шайқайды жоқ деп. Че там, қалай? Мынаны бәріне айту керек қой. Бәрібір ешкім сенбейді. Мынау потолок қой, Расул. Соны айтам, ертең мектепте қызық болайын деп тұр ғой. Жеги, айтқан әңгіме осы жерде қалсын. Ешкімге айтпаймыз, хорошо? Қорықпа. Саламатсыңдар ма, балалар? Отыра беріңдер. Расул, қазір менен сабақ сұрай ма? Қазір Айназым сұрайды. Балалар, үйге берген тапсырманы кім айтады? Айназым келе ғой. Сосын кім? Сен. Шеше, сен бақытсың жыламағым. Мұқағали Мақатай, поэзия. Поэзия, сен менен негізбедің. Сен менен сезесің бе неге іздедің. Тоқта, дұрыстап оқысай. Поэзия, мені егізбедің. Сен мені сезесің бе неге іздедің. Алауыртқан таңдардан сен іздедім. Қарауытқан таулардан сен іздедім. Деп оқысай. Айназым, жарайсың, отыра ғой. Келесі кім айтады? Димаш, келе ғой. Шеше, сен бақыттысың жыламағым. Шеше, сен бақыттысың жыламағым. Досым, слишком шикарный болып кеткен жоқ па мыналардың өмірлері? Дұрыс қой. Пока бәрі күшті. Досым, қызық енді басылады. Қызығыңды өзің жаза бер, мен ұйқым келді. Ой, мен ұйқым ашылып, шабытым келіп жатыр, досым. Жазып тастайын. Кетме онда. Жақсы, досым. Давай. Расул, может, бүгін кешке паркке жүріп қайтамыз? Назерке, білесің ба? Не болды, Расул, бәрі дұрыс па? Дұрыс, маған кету керек. Алло, көмектеріңіз керек. Құлап қалды, Қонайба 3, 4-ші үй. Келіңіздер. Алло, баба. Мама құлап қалды, келіңіз. Үйде. Мама, тұршы. Пожалуйста, мама, тұршы. Келіңіздер ма? Расул бала, маманың жағдайы қалай? Менен емес, бар доктордан сұрасай. Не болды? Аманшылық па? Ойлаш,
сенен бұрын бірінші скорый помощь келді ғой, білесің ба? Енді жұмыс қой енді. Жұмыс маңызды болатын болса, бара беріңіз. Енді қазір емес, кейін сөйлесеміз. Мен қазір кіріп, ананың жағдайын білейін. Уайымдама, бәрі жақсы болады. Түсінікті ғой? Жұмыс дейді ғой. Мә, Расул, сен алда не болатынын көретін едің ғой? Мамама не болады екен? Тез көрші, пожалуйста. Чеги, Расулдың мамасы больницаға түсіп қалыпты. Қойш, енді жағдай қалай? Әзірге жағдайы белгісіз. Мәссаған, енді не істейміз? Қазір класстың қыздары келу керек. Өздері де келіп жатыр ғой. Сәлем қыздар. Назерке, інің ба? Жоқ, ағасым. Приколчик. Приколды өлтіреді ол. Чотам, не болып жатыр, неге жинап жатырмыз? Расулдың мамасы больницаға түсіп қалыпты. Не, енді жағдайы қалай? Жағдай әзірге белгісіз. Не істесек болады? Уақыт жоғалтпай барайық, ұлдар, қыздар. Жоқ, қазір барғанмен тым настроениясы жоқ. Настроениесін әшкеге түсіп кеткен ба? Иә, солай. Енді не істесек болады? Мүмкін бұлай жасап көрсек қалай? Келіңіз, жайғасыңыз. Мұрат, әйелім жағдайы қалай? Не болды, түсіндіріп бересіз бе? Жағдайы бір қалыпқа келді, уайымдамасаңыз болады. Әйеліңіздің давлениесі көтеріліп кеткен. Науқас өз қалпына келеді. Енді қалай болады, енді тағы да құлап қала берме, әлде бәрі жақсы бола ма? Қалай болады? Әрине, адам өз-өзіне қараса бәрі жақсы болады. Рахмет, Мұрат. Көп рахмет сізге. Жақсы, сау болыңыз. Қазір Расул келгесін, бәріміз атып шығып, көңіл-күйін көтереміз. Жарай ма? Аха, мен дайынмын. Мен де дайынмын. В общем, бәріміз дайынбыз. Мен дайын емеспін. Неге? Не болып қалды? Әте кішілігін біліп тұр. Кішкесі енді. Күлкілі. Мен қазір келемін. Жүр кеттік. Қараңдар, Расул звондап жатыр. Көтір. Алло. Аха. Болды. Не дейді? Атмена. Неге? Расул сюрприздерін керек емес дейді. Ол біздің сюрприз жасайтынымызды қайдан біліп қойды? Ол алдағы уақыттың не болатынын көреді ғой. Димаш, жапсай. Тоқтаңдар, сонда ол біздің осындай екенімізді де біле ма? Қалай сонда? Короче, Расул сондай қасиеті бар. Алло? Аха? Иә. Ертең міндетті түрде боламын. 10-11-лерде боламын ғой. Жарайды. Сау болыңыз. Аха? Қой, ертең жазармын. Демалайын. Балалар, бүгін бізде қонақта балалар кітабының жазушысы Серіков Мақсат ағайларын келіп отыр. Қаны қошемет деп қояйық. Саламатсыздар ма, балалар? Отыра беріңдер. Келіңіз жайғасыңыз. Балалар, жазушы ағайларына қоятын сұрақтарың болса, қысылмай қоя беріңдер, жарай ма? Мен артқы қатарда отырамын. Сіз де бүгін оқушы болып отырыңыз. Ал, балалар, қалайсыңдар? Сабақтарыңды оқып, апайларыңды тыңдап, ата-аналарыңды ренжітіп жүрген жоқсыңдар ма? Жоқ. Ой, жарайсыңдар. Енді шу сұрақтарың болса, қоя беріңдер. Ағай, қазіргі таңда қандай кітап жазып жатырсыз? Мен қазіргі таңда дәл сендердей оқушылар жайлы әңгіме жазып жатырмын. Бұйырса соңына дейін бітіп қалды. Сендерге ұнайды деген ойдамын. Ағай, кішкене қызықты оқиғасын айтып бере аласыз ба? Әрине айтып берейін. Расул деген бала ата-анасының жұмысына байланысты басқа мектепке ауысып келеді. Расул? Біздің Расул емес па? Сіздерде де Расул деген бала келді ме? Иә, жаңадан ауысып келген оқушы ғой, әкесінің жұмысына байланысты. Қызық екен. Сол бала жаңа достарымен, жаңа ортамен үйренісе алмай жүреді. Сөйтіп, ол баланың бойында керемет күш пайда бола бастайды. Болашақты көреді деп тұрмаңыз. Иә, солай. Сен оны қайдан білдің? Расул да сондай ғой.
Шынымен ба? Иә. Ағай, сіздің кітабыңыздағы Расулдың мамасы больницаға түсіп қалған жоқ па? Иә, солай. Ағай, сіздің әңгімеңіздегі Расул біздің Расул емес па? Олай болуы мүмкін емес. Қазір балалар, мен тексеріп көрейін. Келесі күні Расулдың анасы жазылып кетіп, таңертең анасын күтіп алып, Расул мектепке асығып, сабаққа кешігіп келді. Саламатсыз ба, кіруге бола ма? Саламатсың ба? Кел, кіре ғой. Рахмет. Саламатсыз ба? Саламатсың ба? Расул, мамаң қалай болды? Жақсы, таңертең больницадан шыққын. Расул, сен класстасыңның терезесін сындырған, содан соң класстас қызыңды машина қақып кете жаздаған алдын ала көрдің бе? Жоқ, иә? Сіз оны қайдан білесіз? Оның барлығын мен жазып жатырмын. Қалай сонда? Расул, солай сонда болып тұр. Мә, ағай, онда сізбен сосын сөйлесейікші. Жарайды. Балалар, тағы да сұрақтарың бар ма? Қыздар, жігіттер, не ішіп, не жегілерің келеді? Тапсырыс бере беріңдер. Шынымен ба, ағай? Иә? Ғафур, не жейміз? Стейк жейсің ба? Балдар, жабайы болмаңдар. Саламатсыздар ма? Неге заказ бересіздер? Маған стейк беріңізші. Жабайланба дейсің ба? Маған да стейк. Маған да стейк. Маған сотма бересіз бе? Маған бір су бересіз ба? Маған да бір су бересіз ба? Расул, сен де тапсырыс берсе? Жоқ, мен ештеңе керек емес. Жарайды онда. Заказдарыңыз 15-20 минутта дайын болады. Маған бір шай бере салыңыз. Аха, жақсы. Давайте, ағай, сіздің кітабыңызды бірге жазайық. Жарайды. Енді менің мамам мүлде ауырмай, және де мен осы достарыммен осы мектепте бірге қалайыншы. Жарайды, жазайын. Ал. Ма, балам? Рахмет, мама. Мама, денсаулығыңыз қалай? Бәрі керемет, балам. Кеше дәрігер уайымдайтын ештеңе жоқ деп. Әкең шар ашып келейін. Жоқ, мама, отыра беріңіз, өзім ашам. О, балам, қалайсыздар? Жақсы. Үйдесіңдер? Ал. Балам, саған жақсы жаңалығым бар. Қандай? Білмеймін, мен саған ұнай ма, ұнамай ма. Мен жұмыста осы жерде қалатын болдым. Яғни не деген сөз? Сен мектеп ауыстырмайсың. Рахмет, папа. Рахмет. Жақсы өтті. Жүр. Рахмет. Шек. Рахмет, ағай, сізге. Ағай, шынымен жатқаныңыз бола ма? Рамазан, тым уайымдама. Мен саған не керек екенін білем. Ағай, міне, мынаны обязательно жазасыз ғой. Мынау менің соңғы өтінішім. Қазір ма? Жоқ, үйге барғасын асықпай жазасыз ғой. Жарайды. Ағай, бәрімізді күшті қылып жазасыз ғой, ә? Уайымдамаңдар, балалар. Ағай, бәрімізді сабақтан без қылып, ата-анамызды бақытты қылыңызшы. Жақындарымыз аман болсыншы. Жарайды, балалар. Сендермен танысқаныма қуаныштымын. Бізде. Рахмет сізге. Рамазан, не істеп тұрсың? Бар да айтсайшы. Расул, мен ұялам. Мен енді осылай ұялып жүре бересің ба? Соны айтам, бар да айтсайшы. Біздерге тесетіңіз алмайсың ғой, солай барсай болды. Жарайды, кеттім айтам. Сәттілік тілек қойыңдар. Мәссаған, сөз. Қыздар, Ау, Рамазанчик. Айназым, саған бір нәрсе айтуым керек. Не болып қалды, тыныштық па? Айназым. Рамазан, еркек болсаң айт, қыз болсаң қайт. Жоқ, айтам. Айназым, мен сені ұнатам. Шын ба? Вау, күшті ғой. Күшті ғой, на? Рамазан, мен де неге сені ұнатам. Ағай, менің байқағаным маған ұнайтын қыз, менің досым болып кеткен Рамазанға да ұнайды. Кітабыңызға Рамазан Айназымды ұнататын қылып жазаласыз ба? Соңғы өтінішім осы. Ал маған Назерке ұнайды.
Дайынсыңдар ма? Жігіттер дайын? Қыздар всегда дайын. Кеттік ендеше. 1, 2, 3.